Құрметті тыңдарман, өздеріңіз тыңдап жүргендей біздің арнамыз салт дәстүрге, ырым-тыйымға және ғибратты әңгімелерге толы шығарылымдарды сіздерге тарту етеді. Сол мақсатта қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосу үшін бар болғаны арнамызға тіркеліп, өзіңіздің алған әсеріңізді, пікіріңізді немесе ұсынысыңызды қалдырсаңыз болады. Ол біз үшін өте маңызды. Жазбаны оқыған Қорлан Нұрғалиқызы. Ал онда бастайық. Насуханың тәубесі. Баяғыда Насуха атты бір кісі өмір сүріпті. Жүзі сақал-мұрт қылтанақтан ада жып-жылмағай болған екен. Көбісі оның еркек екенін білмепті. Насуханың өзі де әйелдер моншасында жұмыс істеп жүреді екен. Кеудесінен төмен қарай ұзын ақ сүлгі байлап алады. Моншаға келген әйелдердің денесін сылап майлап береді. Суын тасып, қолғабыс қылады. Сөйтіп ақысын алып күнелтеді. Оны еркісау деген ой ешкімнің басына кіріп те шықпайды. Тіпті даусы да әйелдікінде жіңішке болыпты. Арсыз көзімен келген әйелдердің үсті басын тінте қарап, ой тоятын әбден қандырады. Осылай жүргенде көп уақыт өтеді. Бір күні Насуха бір түс көреді. Түсінде бұған топ-топ кісі моншада қып-қызыл боп балқыған тастарды лақтырып тұр екен. Тастар тиген жерін шыжғырып қуырып өтеді. Насуха қанша жаны ұшырып қашса да қызған тастардан құтыла алмайды. Бір кезде үлкен екі құзғын келіп, екі көзін шоқи бастайды. Жанарынан айырылған Насуха жерге отыра қалып еңкілдеп жылайды. Бірақ жас орнына көзінен заһар тамып денесін өртейді. Насуха шошып оянады. Тұрады да бүкіл жасаған ісі үшін қатты өкінеді. Өкініштен өзегі от болып жанады. Тәубе еткісі келеді. Қолын жайып сәждеге құлайды да: "Уа Аллам, мені кешіре көр. Азғын нәпсімнің алдауына еріп, ар ұяттан бездім. Істеген күнәм үшін өкініп тәубе қылдым. Тәубемді қабыл ет" деп жалбарынады. Бірақ сол күні қайтадан моншаға барып, тәубесі есінен шығып кетеді. Кешке келіп, қайтадан ұяттан оттай жанып тәубе қылады. Ертеңіне тәубесін тағы ұмытады. Осылай қайталана береді. Біраз күн өткен соң Насуха әлгі түсін тағы көреді. Бұл жолы оны қыл бұғауға тас қылып байлап қойған екен. Әрбір тиген тас лапылдап, тұла бойын күйдіріп жатыр. Кейін алыстан атылған екі жебе қос жанарына келіп қадалады. Жебенің ұшы уға малыныпты. Бүкіл ағзасы еріп, балқып, әп-сәтте күлге айналады. Насуханың іштей жаны ұшырған дауысы жер-көкті жаңғыртты. Ол ұйқыдан ояна сала, жақын маңда тұратын бір тақуа кісіге барады. Өзінің күнәсін түгел айтады да: "Мен үшін дұға етші" деп жалынады. Тақуаның оған жаны ашып Құдайға дұға қылады. Насуха одан шыққаннан кейін арадан біраз күн өткесін моншаға қайта барады. Бір күні моншаға жуынуға патшаның қызы нөкерлерімен келеді. Кенеттен оның сырғасына тағылған бір інжу жоғалып кетеді. Бүкіл әйел оны іздеуге кіріседі. Алдымен ешкім сыртқа шығып кетпесін деп моншаның есігін жауып тастайды. Бірақ қанша тінтелесе де таба алмайды. Содан кейін күзетшілердің бірі: "Жас кәрі бәрі де анадан жаңа туғаны шешінсін, тырп етпеңдер" деп айғайлайды. Насуха үрейден ес-түсін білмей қалады. Қабырғаға сүйеніп тұра қалады. Қол-аяғы қалтырап, бет-жүзі боп-боз болып кетеді. Егер оның еркек екенін біліп қойса, бірден өлтіретінін біледі. Ішінен: "Я Раббым, бірнеше рет тәубе қылдым, бірақ тәубемді бұздым. Егер мені осы бәледен, мына масқарадан құтқарсаң, жасаған бүкіл ісімен тәубе қылам" деп тоқтаусыз күбірлейді. Нөкерлер бәрінде тінкілеп болған соң кезек Насухаға келеді. "Әй Насуха, шешін, сен тексереміз" дей бергенде інжу табылды деген дауыс естіледі. Насуха сенер-сенбесін білмей тұрып қалады. Аздан соң нөкерлердің бір патша қызын жуындыруға жәрдемдесу үшін Насуханы шақырады. Насуха бір сылтау айтып: "Көңіл күйім болмай ауырып тұр едім" деп бас тартады. Сөйтіп дереу моншадан шыға салып, зым-зия жоқ болады. Одан кейін оны монша маңынан көрген ешкім болмайды. Ол үйінен шықпай, Құдайға дұға қылып, қалған өмірін ізгілікпен өткізген екен. Насуханың тәубесі деген сөз содан қалыпты. Яғни ананың емшегінен шыққан сүт қайта кірмейтін сияқты, қылған тәубе де күнә екінші рет жасалмағанда қабыл болады. Атымтай жомарт. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі-құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді: "Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не?" деп сұрайды. Жомарт айтты дейді: "Төрт түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат,
асыл киім асқан дәулетті өне бойы әдет етсең көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиіркеніп көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқам. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем де бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзім сініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне кінәлі болармын деп қорқамын деген екен. Атымтай Жомарт Арабстанда Мұхаммед пайғамбардан, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, аз уақыт бұрын өмір сүрген екен. Жомарттығы мен сақилығымен жұртқа даңқы жайылды. Атымтайдың атын естіген кедей-кепшік міскін мүсәпір оның еліне қарай ағылды. Жомарт та ешкімді құр қол қайтармады. Оның бір ерекше жақсы көретін қара арғымақ аты болған екен. Өзі керіліп, қорадан шыққанда бүкіл жұрт таң-тамаша болып қарай алады екен. Салтанатына таңданып, аузынан суы ұрғанша мақтайды. Арғымақ өте сұлу, әрі биік, ауыздығын қаш-қаш шайнап жүреді. Екі көзі шамдай жанып сүзіле қарағанда адамдар есін ұмытып қалшиып тұрады. Ерінің ағашын нілдің ортасында өсетін еменді арнайы алдырып шаптырған. Тоқымын құнан білдің қайсынан елеткен. Жүгені жібектен, ауыздығы алтыннан, тебінгісі алмастан, үзеңгісі күмістен құйылған. Жорғалығы сондай, сауырына торсықпен су құйғанда бір төгілмейді. Өзен мен дария кездессе іркілмей түсе қалып, балықтай жүзеді. Шаршап шалдығуды білмейді. Атымтайдың оған көзі түскенде бүкіл шаршағанын ұмытады. Ал үстіне мінгенде жаңадан қуат құйылады. Бір күні Атымтайдың жомарттығы Ұрым патшасына да жетті. Оның уәзірлері бір мәжілісте Атымтайды мақтай бастады. Дүниеде ондай сахи сірә табылмасау деп тамсанды біріншісі. Я рас, бұрын соңды өткен адам баласынан мұндай жомартты ешкім естімеген болар, деді екіншісі. Машырық пен мағрыптан ағылып жатқан сансыз мүсәпірдің көңілін риза етіп жібереді екен. Не деген таусылмас байлық десеңші. Тіпті қазынасы алтын мен күміске, алтын тасқа толы патшалардың өзі мұндай қолы ашық береген емес қой, деді үшіншісі. Сөйтіп бәрі де Атымтайды қызыл тілдің қуаты жеткенше мақтады. Тағы бірі оның сәйгүлігі жайлы сөз қозғады. Патша мұны естіп отырып қиялға берілді. Содан кейін сол уәзіріне былай деп бұйырды. Ақыры Атымтайды бәрінде жомарттықта жан жетпейді деп дәріптеп отырсыңдар. Олай болса оны мен де сынайын. Одан осы атын қол қаласам деймін. Егер атын берсе, онда сақлығы рас болғаны. Ал жанынан артық жақсы көремін деп бермей қалса, онда бұдан былай оны жомарт деуші болмаңдар. Әрі бәріңді де жалған айттыңдар деп зынданға тастаймын, деді, түсін суытып. Уәзірі мұны естігесін қасына 10 нөкерін ертіп, Атымтайдың ауылына қарай тартты. Қыс кезінде құм ішімен жүріп отырып, тай руы қоныс қылған мекенге келіп жетті. Атымтай келген меймандарға бір жылқы сойып, алдарына ас тартты. Жолдан қарны ашып, шаршап келген қонақтар етті сүйсіне жеп алды. 3 күн мәжіліспен өтіп, келгендер Атымтайдың пейіліне қатты разы болды. Содан кейін 4-ші күні Атымтай қонақтарына қарап: "Уа, құрметті меймандар, сонау Ұрым шаһарынан мұнда ат арытып, тон тоздырып келген екенсіздер. Келген қонақтың бұйымтайын сұрау салтымыз еді. Қандай қолқамен келдіңіздер?" деді. Бас уәзір сөз алып: "Атымтай бауырым, атыңды алыстан естіп, дидарыңды бір көруге құмартатын едік. Алла нәсіп етіп сұхбат құрып отырмыз. Бұл да бір Құдайдың бізге бұйыртқан нығметі шығар. Ал енді бұйымтайға келсек, біздің патшамыз да сенің даңқыңды естіп бір көрмекке ынтызар болып, сенің тақымыңа басқан тұлпарыңды сұрата жіберді", деді. Мұны естіген кезде Атымтайдың түсі бұзылып, өкініші жүзіне шықты. "Қап әттеген-ай, неге келген бетте айтпадыңыздар? Сіздер келген кезде басқа малдың ыңғайы болмай, сол атымды сойып едім. Келген бойда айтқандарыңызда ғой. Жорға тұлпарды беріп көңілдеріңізді шат қылар едім", деді. Елшілер де өкінісіп: "Атымтай, біз бұлай боларын білмедік қой, атыңды бекер сойдың ғой", дей берді. Қонақтарына маңдайға басқан жалғыз жүйрігін сойып берген Атымтайдың ерлігін естігенде қатты ұялды. Бірақ жомарт олардың қайтамыз дегеніне болмай, тағы бірнеше күн сыйлап, алтын, күміс беріп аттандырды. Бұл жайлы естігенде патша қатты риза болып, шынымен Атымтай бір жомарт ер екен, деді. Атымтай жомарттың даңқы одан да асып, жұртқа тарай берді.